Қарбыз Қазақстанға қалай келген? Қарап отырмай қарбыздың тарихын зерттегенмін. Африкада пайда болған депті интернетте. Содан Мысырға, Грекияға, Арабияға келген. Ал Қазақстанға қалай жеткен? Бұл сұраққа жауап таба алмадым. Соған қарағанда қажылық парызын өтеуге немесе таяу шығысқа жаугершілікке барған бабаларымыздың бірі сол жақтағы базарларда қарбызға кез болған. Жеп көрген соң, керемет екен, мұны бала-шағама апарып жегізейін деп удай ақшаға сатып алғанда еліне жеткенше көтеріп келген. Жол жөнекей әлгі жасыл домалақтың атын ұмытып қалмайын деп ішінен қарбыз деп қайталай берген. Қарбыз 3-4 күннен соң іші іріп кетіп, жеуге жарамай қалатынын қайдан білсін. Күн жүреді, ай жүреді, қанша ашықса да қоржынындағы қарбызды жарып жеуге дәті бармайды. Еліне де жетеді. Бала-шаға, көрші қолаңы, ауыл аймағы жүгіріп алдынан шығады. Амандық саулықтан соң бұл мен сендерге керемет нәрсе жегізейін деп қоржынынан жап-жасыл теңбіл бірдеңені шығарады. Жарып жейін десе іші түсіп кеткен екен. Борсыған қызыл судан басқа дым жоқ. Жеуге жарамай қалған. Оны көріп ауылдастары бұдан түңіледі. Кереметің осы ма? Деп мұрнын тыржитыпты. Бұл амал жоқ бәйбішесіне мына қарбызды аулаққа апарып тастаңдар, немесе көме салыңдар сасытпай, депті. Ол жыл аяқталып келесі көктемде жетеді. Былтыр қарбызды апарып тастаған жерде жапырағы өзгеше шөптің қылтиғанын әуелде ешкім байқамайды. Әлгі қарбыздың дәні көктемгі жаңбырдың суынан өркен жайып өсіп шыққан ғой, сабағын жая келе сап-сары гүл атады. Бір қызығы өзін мал жемейді екен. Бір күні қараса кішірек түйіндер пайда болыпты. Баяғы Арабияға барып қарбыздап келген кісі қуаныштан айғайлап жібереді. Қарбыз, қарбыз! Ауыл адамдары жиналып таң-тамаша болады. Меніңше қарбыз біздің елге осылай келген болуы керек. Мына әңгіме өзіме ұнап қалды да, айда бар деп WhatsAppқа таратып жібердім. WhatsAppтағылар елең ете қалды. Мәссаған, қарбызды Қазақстанға сенің бабаң әкелген бе не? Иә, дей салғам. Сосын біреуі қарбызды Қазақстанға менің ауылдасым әкеліпті деп жар салыпты. Онысымен басқалар келіспеген. Не керек, біраз қызыл кеңірдек болған. Соңында ол бос әңгімені кім шығарып жүр деуге дейін барған. Әңгіме шеті маған кеп тірелген. Мен болсам ойдан шығардым ғой, деп ешқайсысын сендіре алмадым. Содан кейін мұндай ойдан шығарылған әңгімені WhatsAppқа жібермейтін болдым.